Ешкім шеше алмай жүрген тарихи 10 жұмбақ. Тарих біз білетін нақты фактілер ғана емес, мыңдаған жылдар бойы адамзат түсіне алмаған сырлар, шешілмеген жұмбақтар бар. Ғалымдар зерттейді, археологтар қазады, бірақ жауап жоқ. Бүгін біз адамзат бас қатырып келе жатқан, шешуі әлі табылмаған ең таңғаларлық 10 тарихи жұмбақпен танысамыз. Соңына дейін көріңіз. Ең ақырғысы адам миы жетпейтін деңгейде. Ең бірінші каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бірінші Бемини жолы, су астындағы өркениет. 1968 жылы Багам аралдарының жағалауынан теңіз түбінде тастан қаланған жол табылды. Ғалымдар бұл табиғи процесс дейді. Бірақ кейбір нысандар идеалды түзу, геометриясы анық, тіпті қиылғандай. Ежелгі жоғалған өркениет қалдығы ма, әлде Атлантида туралы аңыз шынымен рас па? Екінші бізде Пума-Пунку мегакомплексі. Боливиядағы Пума-Пункуда 100 тоннаға дейінгі гранит блоктар дәл кесілген. Бірі екіншісіне миллиметріне дейін сәйкеседі. Бірақ ең таңғаларлығы бұл жер технологиясы дамымаған тас дәуіріне тиесілі. Қалай, қандай құралмен? Бұны ешкім түсіндіре алмайды. Үшінші бізде Нан-Мадол, мұхит үстіндегі қала. Тынық мұхитының ортасында базальт тастардан салынған 100-деген ғимараттардан тұратын қала бар. Әр тас 50 тоннаға дейін жетеді. Құрылыс қайдан шықты, қалай көл үстіне тұрғызылды, бірде-бір жазба, бірде-бір құрал табылмаған. Төртінші Уичито жартас сызбалары. ақш-тағы үңгір қабырғаларында ғарыш кемесін, скафандр киген адамдарды еске түсіретін суреттер бар. 10 000 жыл бұрын салынған болуы мүмкін. Бұл жай қиял ма, әлде бізден бұрын басқа ақылды өркениет болды ма? Бесінші бізде антикитер механизмі, ежелгі компьютер. Греция маңындағы су түбінен табылған бұл құрылғы шестернялардан, тісті доңғалақтардан тұрады. Зерттеулер бойынша ол астрономиялық есептеулер жүргізген, яғни 2000 жыл бұрын компьютер болған деген сөз бе? Түсініксіз. Алтыншы Göbekli Tepe өркениет уақытын өзгертті. Түркияда табылған бұл кешен пирамидалардан да, Стоунхенджден де бұрын салынған. Әр таста жануар бейнесі, белгі, әлі түсінілмеген таңбалар бар. Ең таңғаларлығы оны кім және не үшін салғаны белгісіз. Жетінші Стоунхендждің нақты мақсаты. Англияда әйгілі тастарды бәрі біледі, бірақ сұрақ көп. Не үшін, қалай тасымалданды, неге дәл осылай орналасқан? Бірі обсерватория деп болжайды, бірі діни орын дейді, бірақ нақты жауап әлі жоқ. Сегізінші Египет пирамидалары, шынайы құпия. Әр тастың салмағы бірнеше тонна, жинақталуы уақыт дәлдігімен жасалған. Басқа бағыттарға қисаюы микроскоптық деңгейде ғана. Бүгінгі технологиямен қайталау өте қиын. Қалай жасалды? Роботтар ма, орасан еңбек күші ме, әлде жоғалған ғылым ба? Тоғызыншы Назка сызықтары, әуеден ғана көрінетін суреттер. Перу шөлінде жүздеген алып сызбалар бар. Құс, өрмекші, маймыл. Жерден қарасаң ештеңе көрінбейді, тек жоғарыдан анық байқалады. Дін бе, астрономия ма, әлде бұл белгі біреу үшін қалдырылған карта ма? Ал бізде ең соңғысы Атлантида, шындық паңыз ба? Барлық жұмбақтардың ішіндегі ең әйгілісі Платон жазбаларында теңізге батып кеткен дамыған қоғам жайлы айтылады. Бемини жолы, су астындағы құрылыстар, табылған ерекше құралдар, бәрі осы аңызға жақындайды. Атлантида рас болды ма? Жауапсыз. Тарих біз ойлағаннан әлде қайда күрделі. Ғылым дамыған сайын құпия ашылады деп ойлаймыз. Бірақ кейде керісінше жауап табылған сайын жаңа сұрақтар туады. Осы 10 жұмбақтың қайсысы сізді таңғалдырды? Төменге пікірге жазыңыз. Тағы да осындай видеолар керек болса, лайк басып жазылып қойыңыз. Мен сіздерді өз каналымда күтемін.